Армысыздар ағайын, ұлттық арнада айту оңай бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз қазақ эстрадасының үлкен мектебіне айналған Гүлдер ансамбліне және оның негізін қалаған жандарға арналады. Қазақ эстрадасында Гүлдер ансамблінің алар орны ерекше. Ән, би, цирк, тіпті пантомима секілді бірнеше өнердің басын қосатын бұл ансамбль 1969 жылдың 29 қазанында дүниеге келді. Негізін қалаған қазақтың дарынды қызы Гүлжихан Қалиқызы. Ансамбль «Гүлдер» — это наше любимое детище. И коллектив молодого казахского цирка — это тоже наши выпускники. 1917 жылы Алматыда туып, 1938 жылы Мәскеудегі Гетис жанындағы театр студиясын бітірген Гүлжихан Қалиқызы алғаш еңбек жолын орталық киностудияның актер бөлімінен бастады. Ол соғыстың сұрапыл жылдары еді. Жаста болса сөзге шешен, іске мығым Гүлжихан 1946 жылы Шара Жиенқұлованың шақыруымен Жамбыл атындағы филармонияда қызмет істеп, содан соң Қазақ мемлекеттік қазақ концерт бірлестігін басқарды. Сонымен қатар Гүлжихан Қалиқызы еліміздің түкпір-түкпірінен келген өнерпаз қазақ жастарының басын қосып, Гүлдер ансамблін құрды. Гүлдердің ашылуы көптеген жастарға жол ашты. Себебі Сарат Ныштоғлова, Сенбек Жұмағалиев, Мақпал Жүнісова, Қапаш Құлышева, Қайрат Байбосынов секілді көптеген өнер майталмандары осы Гүлдерден күліп ұшқан. Біздің алғашқы кейіпкеріміз Гүлдердің негізін қалаған Гүлжихан апамыздың өмірін зерттеуші, әрі Гүлжихан Қалиқызы атындағы байқаудың ұйымдастырушысы Әсия Мәлімова. Қарсы алайық. Сіз Гүлжихан апайдың өмірін зерттеп жүрсіз, е? Мен өзім Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде көркем сөз бөлімінде сабақ берем. Ол кісі енді алғаш болып біздің Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің іргетасын қалаған кісі. Қазақ топырағынан шыққан тұңғыш көркем сөз шебері. Сондықтан ол кісі туралы жастарға, жас ұрпаққа дәріптеу мақсатында үлкен конкурстар өткізіп жүрміз. Осыдан 3 күн бұрын Дворец біздің оқушылар сарайының ұйымдастыруымен Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің сахнасында қалалық байқау өткізілді. Енді 17-ші, 18-ші, 19-ші сәуір айында Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің ұйымдастыруымен халықаралық студенттер арасындағы байқауды өткізбекші болып. Неден? Жоспарлап отырмыз. Көркем сөз шеберлігі. Яғни Гүлжихан апамыз көркем сөз шебері, қазақ топырағынан шыққан тұңғыш көркем сөз шебері. Тұңғыш көркем сөз шебері. Ол кісі сонда сіздердің колледждің іргетасын соғыс қалаған ба? 1965 жылы алғаш болып Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінің іргетасын қалаған Гүлжихан Қалиева. Одан кейін ол кісі осы Гүлдердің іргетасын қалаған. Іргетасын қалады, онан кейін қазақ циркінде іргетасын қалаған Гүлжихан Қалиева. Қандай керемет адам болған, е? Ол кісінің ондай ұйымдастырушылық шеберлігі болмаса, ол үш бірдей үлкен өнер ордасының іргетасын қалатпайды ғой. Сіздер осы конкурс ұйымдастыру барысында, енді бәрібір ол кісіні өмірін зерттемейін десеңіз де зерттейсіздер ғой, е? Сол кезде ол кісінің ерекшелігі не болған? Неге ол кісіге сондай сенім артылған сол кезде? Ол кісі Гүлжихан Қалиевна бастапқы фамилиясы Ордабаева. Ол кісі Қали деген Жетісу өңірінде өте бай кісінің жалғыз қызы. Қали атамыз жалғыз қызын Ленинград қаласына заң институтына оқуға жіберген. Ол кісі негізі әкесі 3 әйел алған кісі, бірақ Гүлжихан жалғыз қызы. Онан кейін ол жерде әкесінің інісін ұстап алып кетеді. 1936 жылы
ұстап алып кеткеннен кейін Гүлжихан Ғалиевнаны деканы, Ленинградтағы заң институтындағы декан, Мәскеудегі 2 жылдық актерлық студияға ауыстырып жібереді. Оған Тұрар Рысқұлов ағамыз көмектескен. Сол жақты бітіріп келгеннен кейін ол кісі ең алдымен киностудияда жұмыс жасайды. Сосын Дінмұхамед Қонаев ағамызға кіріп, рұқсатын сұрайды, осындай үлкен студия ашсам деген. Ол кісінің рұқсатын алғаннан кейін сол кездегі орталық компартия дейміз, соған барып, ол кісі өзінің жаңағы ойын айтады. Ол жақтағыларда, ол кезде Мәскеуде ғой, рұқсат етілетін. 1965 жылы ол кісіге рұқсат беріледі. 1965 жылы қазір мұны Бөгенбай Батыр 105-те тұрған Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжін осы Гүлжихан Ғалиевна алғаш болып, өзі қасына жаңағы актерларды алып, әншілерді алып, ауыл-ауылды аралап, бүкіл жаңағы республиканың бүкіл облыстарына барып, сол жақтан балаларды ертіп алып келіп, оқуға түсірген осы кісі болады. Осы кісі. Осындай керемет кісі болған, гүлдердің құрылуына бірден бір ұйытқы болған, жалғыз гүлдер емес, жаңа сол кезде қазіргі колледж, Жүсіпбек Елебеков атындағы цирк және эстрада колледжі, содан кейін қазақ циркінің де іргетасын қалаған қазақтың осындай қайсар, білімді, алғыр қызы, өкінішке қарай кейінгі ұрпақ көп біле бермейді. Сол гүлдерге кезінде жетекшілік еткен Ерағаң отыр, бүгінгі басшысы отыр. Кейінгі ұрпақ не білу керек Гүлжихан апамыз жайлы? Гүлжихан апамыз шүкіршілік емес пе, сол қиын кезде деп айтамыз ғой. Ол ойға біреудің ойына келе ме, келмей ме, осы бүгінгі мемлекеттік гүлдер ансамблін құрып, іргетасын қалап, сол кезде Гүлжан Талпақова болды, солармен бірге Қалампыр апамыз міне марқұм болып кеткен, әлі сөйлесеміз ғой ол кісі туралы. Сондықтан мінекей қарындасымыз керемет айтып жатыр. Бұл кісі өте сондай алғы жолға түсіп жүрген, өмірі сондай шығар деп мен өзім ойыммен ойладым. Себебі бұл кісі Мәскеуде оқып, сосын Қазақстанға келіп, үлкен міне шараға кірісіп, Құдайға шүкір емес пе, бүткіл гүлдер ансамбль, бүткіл дүние жүзіне өзінің өнерімен паш етіп, Құдайға шүкір деп мінекей бүгінге дейін жалғасып келе жатыр. Ансамбльдің құрылуына не түрткі болды екен? Идеяның авторы кім екен? Гүлдер деген атын кім қойды екен? Қызық та біз үшін. Сол Гүлжихан апамыздан бастап Галиева, Гүлжихан Галиевна деп, осы 69 жылы қазан айында осы коллектив ең бірінші басшы болған. Сол кісінің идеясымен, соны жаңа идеология ұйымдастырушы сол апамыз болған деп. Енді әрине сол атын қойған сол кісі шығар деп, мен нақты деп айта алмаймын, кім екен. Бірақ негізі бәрі көпшілік сол апамыз қойды деп айтып жатыр. Сол кездегі мына енді Совет одағында мынау шоу, ревью дейтін стиль дейді ғой. Ең алғашқы аштырған осы Гүлжихан апамыз. Ол стильде даже Россияда болған жоқ. Мына бірге жаңа бимен, би болғанда кәдімгі ұлттық емес, мына заманға сай, ұлттық билер өзі заманға сай эстрадалық музыкамен, жаңа тақырыппен, жаңа көзқараспен киімдерді, баяғы көне киімдер емес, мына заманға сай деген. Бірақ мына шоу-ревьюның армашылығы енді варите жанр дейді ғой. Бұл шоу-ревью бұл жерде өзінің ұлттық стилі бар. Сосын бұл жерде жаңа әншілермен концерттік. Кәдімгі ресторанда емес, кешкілік, алдына тамақ қойылып деген сияқты. Бұл жерде кәдімгі концерттік үлкен сахнада қойылатын бағдарлама. Сол стилде сол Гүлжихан апамыз біріктірген бимен әнді. Жалпы ол кісіні жаңа айтып өттіңіз, сол кезде ел басқарған азаматтар да ерекше құрметтеген, қатарлас, замандас немесе сіңілі болған адамдардың да ол кісі туралы айтар пікірі бар. Ақұштап Бақтыгереева апамыздың Гүлекең туралы айтқан пікірі бар, соны тыңдайықшы. Гүлжихан Ғалиева, шын аты Гүлжауһар Ордабаева, сонау 34-37-нің зобалаңын қатты көрген адам.
Оның әкесі Қали Ордабаев Жетісудағы ең бай адамдардың бірі болған. Сол кезде Петербурға оқуға түскен Гүлжахан Қалиеваны байдың қызы ретінде заң университетінен қуғындайды. Арып ашып Мәскеуге келген Гүлжахан Тұрар Рысқұловтың қабылдауына 257-ші кезекке жазылып, Мәскеу вокзалдарына түнеп, 19 күн күтіп, 20-шы күні сол азаматтың қабылдауына жетеді. Ол оның жігерлі, қайсар, қайтпас мінезі барын көрсетеді. Әйтпесе 19 жасар қыздың осынша өжеттігі оның өміріне де азық болған сияқты. Гүлжихан Галиевнаның қазір егер ол кісінің артында ұрпақ қалса, мүмкін сол балалары, немерелері ол кісінің атын жоқтатпай, мүмкін үлкен бір байқаулар, я болмаса жаңағы Гүлдер ансамблінің аты берілер ме еді, болмаса қазақ циркі бар, қазақ циркінің аты берілер ме еді. Өйткені бұл кісінің артында ұрпақ қалған жоқ. Ұлы едіге қайтыс болып кетті, қызы Гүлжихан Галиевнаның көз тірісінде қайтыс болған, артында ұрпақ жоқ ол кісінің. Сондықтан бұнда енді қазақ эстрада өнеріне үлкен еңбегі сіңген апаларымызды қазіргі ұрпақ орта буын біздер дәріптемесек, ол кісілер мүлдем ұмытылып қалады деп ойлаймын. Кәдімгі өзіміздің өнерімізді, бидің өнерін нағыз этнический түрінде емес, кәдімгі осы заманға сай ырғақта шамал музыкада өзгереді, әнде өзгереді, соған ұқсас қылу ретінде сөйтіп халықтың көңілін алып, кілең өңкей қыздар шықса, қалай болады екен биді ұлдарса деп сөйтіп ойлап, өйткені олардың Мәскеуде тәжірибе алған, тәжірибелері оқығанда ол кісілер шын жүректен жақсы қазақ елінен келіп тұрғандықтан олар өздерінің дәрісті жақсы алған ояқта. Оған молодежный дегенде атты қосқан, жастар би ансамбль деп. Ол жерде жастар қызмет жасау керек. Жастардың әдемі би билеу керек деп. Сондай ұсыныс. Вот циркте сөйтіп шыға алған. Мәскеуде цирк бар. Бізде неге жоқ? Олар енді сояқта оқыды ғой, бәрін көріп жатыр, цирк әлемін көріп жатыр, цирктің ішіне әнде, ысқақта, бәрінде қосылып жатыр. Бізге неге қосылмасқа? Сөйтіп, бәрі ойласып, сондай ойға келіп, ол кісінің өзінің ойы деген тиянақты бірнеше саты жоғары жұмыс деген кісі ғой енді өзінің халық үшін. Сондықтан осындайды ойлап, осы қазақ елінде осындай ансамбль, осындай цирк болса, не болады екен? Жақсы боламыз ба, болмаймыз? Сөйтіп, сол ансамбльді, циркті құрып, сол халықтың назарынан шыққан. Назарынан шыққан халық қолдаса, барлығы қолдайды деген сөз ғой өнерді. Дұрыс. Міне, енді біз жастар осы хабарды естісе білетін болады. Үш бірдей өнер ошағын құрып, қазаққа сыйлап кеткен адамның есімі Гүлжихан Қалиқызы. Әрине, ол кісінің өмірі үлкен зерттеуді. Үлкен біз үшін бұл ұмытылмайтын кәдімгі алтын қазына деп есептеуіміз керек. Бұндайды көрсетіп, бізге танытып, сондай із салып кеткен кісінің аты ешқашанда өшпеу керек, алтын әріппен жазылып тұру керек. Гүлдер туралы сіздің бір айтқаныңыз бар ғой, бұл ғарыш айлағы дедіңіз ба, жұлдыздарды ұшыратын? Осы 2013 жылы өзім енді сахнаға Гүлдер ұжыммен бірінші рет шыққанда, білмеймін, өзінен өзі осындай жаңағы сұхбат шықты да, мына Гүлдер деген ол біздің қазағымыздың Байқоңыр деп. Эстрада жолындағы. Енді бізде жанрлар көп қой, классикалық ба, драма деген. Бірақ эстрадың ішіне өткені осы Гүлдердің қазір тарихта бүкіл талмандары жаңа енді классикалық болып кеткен, кітапқа, энциклопедия өз ізін қалдырып кеткен. Осы Гүлдер ансамбль. Гүлдерден өсіп шықты. Өйткені Гүлдер ансамбль мына адамдарды жұлдыз қылып
жаңағы ұштырады, содан кейін жұлдыз болып шығады. Қазақ эстрадасының ғарыш айлағы дейсіз ғой, иә. Бұл гүлдердің құрамында, алғашқы құрамында жүздеген әнші, бишісі болды. Солардың ортасында ерекше атап өтетін бір адам бар, ол Ақжайықтың аруы, Күміскөмей әнші Қалампыр Рақымова. Қалампыр апамыз небәрі 40 жылға жетер-жетпес өмір сүрсе де, қазақ өнеріне, қазақ әніне өлшеусіз еңбек сіңірді. Қалампыр апамыздың жанашырын ортаға шақырмас бұрын, ол кісі жайлы сюжет көрейік. Қазақ өнерінің өткеніне көз жүгірткенде гүлдер ансамблін аттап өту мүмкін емес. Себебі заманда ауылдан арман арқалап келген жас өнерпаз гүлдердің құрамына қабылданып, өнер көрсеткен күннің ертеңіне жұлдыз болып оянатын. Ал Ақжайықтың аруы, Күміскөмей әнші Қалампыр Рақымованың жөні бір бөлек. Ақының енді қозғалсын, домбырасын қозғалсын, айдар сөзге тоқталмаста өзде жүйрік болған соң, сайрай алмас қызыл тілім топырақ болып солған соң. 1969 жылдан бастап гүлдердің әншісі болып қызмет еткен Қалампыр Рақымова Жезтаңдай әнші Ғарифолла Құрманғалиевтің алғашқы шәкірттерінің бірі. Қалған әндерімен қатар Мұхиттың әндерін, терме жырларды нақышына келтіре төгілткенде, тыңдаған жанның жүрегі елжірейтін. Жәнібек Кәрменов, Қайрат Байбосынов, Қапаш Құлышев сынды қазақ дәстүрлі ән өнерін шырқау биікке көтерер ме еді? Әттең көрер жарығы ұзақ болмады. 1988 жылдың қарашайы әншінің соңғы күзі боларын кім білген? Осы Төле би көшесі бұрын Комсомольская деген көше болған бұл. 165-ші, 28-ші пәтер 5-ші қабатында Қалампыр тұрды. 74-ші жылы осы үйден пәтер алды. 77-ші жылы январь айында екеуміз телевидениеде танысып, сол марттан бастап 77-нің 80-ші жылға дейін мен осы үйде Қалампырмен бірге тұрдым. Қалампыр екеуміз сол өлгеніне дейін апкел сіңілі болдық, маған жетпей тұрады ғой. Ең өкініштісі сол, небәрі 40 жыл жасап, соның тең жартысынан көбін өнерге арнаған Қалампыр Рақымованың артында ізін жалғар ұрпақтың қалмағаны. Жаңа сюжетте сөйлеп отырған Гүлбаршын апай әрі сіңлі болды, әрі қолында тәрбиеленді. Бүгінгі Қалампыр Рақымованың да жоқтаушы, жанашыры болып жүрген жан. Ортамызға шақырайық, қарсы алыңыздар. Үш жыл бірге тұрдым дейсіз бе? Иә. Ол бір рухани байланыс па, бір туыстық байланыс па? Ешқандай не жақындастырған сіздерді? Мен ең басында Мәскеуде оқып жүріп, 72-ші жылы одақтардың колонный залы, Дома Союзов дейді, сол залда Гүлдердің үш қызының концертінде көргем Қалампырды. Кім еді? Ол Набатай Дәулетова, Қалампыр Рахимова, Қапаш Құлышева, үшеуі домбырамен ойнап шығады сахнаға. Зал дуылдап түргеліп тұрды. Гүлдердің жаңа ашылған кезі, нағыз гүлдер. Сонда бір көргенім бар, онан 77-ші жылы қаңтар айында қазақ телевидениесі осы концертті түсіріп жатқанда мен Қалампырды көріп, барып жақын таныстым. Сосын сен қайдансың, мен қайданмын, мен айтты, мен Аралдың қызымын. Қалампыр айтты, мен Оралдың қызымын. Қайда тұрасың деді. Мен айттым, орбитада пәтерде тұрам сіңіліммен. Сен біздің үйге қонаққа кел деді. Сосын үйіне қонаққа бардым. Наурыз айында, 1-2 ай өткесін. Сосын қонақ қылды, үйі тап-таза екен енді. Бірақ аяғымызды қалай басарымызды білмедік қой. Сосын отырып, алдыма кілт тастады. Бір байлауыменен. Сендей қазақтың қызы пәтерде тұрмауы керек. Мен гастрольде жүрем көбіне. Ағаларың іс-сапарда көп жүреді. Үйде ешкім жоқ, осында тұрыңдар деді. Сонан 3 жылдай тұрдық үйінде. Үйінде? Үйінде тұрдық. Бір үйге қонаққа бардыңыз да, сол үйіне тұрғызды? Сол үйде тұрдық біз көшіп келіп. Бізден ешқандай пәтер ақы түгіл ішіп жемімізде Қалампыр әпкеміздің мойнында болды. Ерке кәдімгі, ол менің үлкен әпкем, мен онан кейінгі қыз, сіңілім кенже қыз. 3 қыз тұрып жаттық. Күйеуі анда, санда жылына 2-3 рет қана келіп кетеді.
ұрпақ болған жоқ. Ұрпақ болған жоқ апамызда. Ол кезде медицина әлі ондай дамымаған. Ұрпақ көргісі келді, баласы болмады. Мінезі қандай адам еді? Мінезі еркек адам сияқты. Тік педі? Өзі кішкентай жұмыртқадай келіншек, аузын ашса, дауысы да гүрілдеп, саңқылдап сөйлейді, сосын күлдіргі. Еркек адам сияқты, еркек бала. Бір кішкентай ер бала болады ғой, жаңағы өзін ересек көргісі келіп шыбжыңдап жүретін. Дәл сондай болып көз алдында тұрады. Бірақ сағат 10-11-ден кейін кешкісін әнді бастайды. Кешке? Кешке 10-11-ден кейін бастайды. Шай тамақ ішіп болғасын, домбыраны алады, сосын операда кетеді, еркектердің әндері де кетеді, Шегенің ариясы да кетеді, Махамбет те кетеді, неше түрлі оперный арияларға дейін. Шын талант беді өзі? Өте талантты, сосын дауысы зор. Мен Гүлдерге келгенде, ол кісі жұмыс істеп жүрген кісілер, мына Гүлмаржан Макимова, барлығы бірге жұмыс. Мен жас кезінде келдім. Ол кісінің жаңа Гүлбаршын тәте айтқан сияқты мінезі, өр мінездеу, тік мінездеу, есе ол кісіні вообще ер бала деп айтуға да болады. Ер баланың қылығы болды да ол кісіде. Сондай айтар сөзі нық. Бәр өзі айтып отыр ғой, жаңа тәтем үй деген таптаз екен. Мен үйінде ол кісі Марат ағаммен, сол Қалампырдың үйінде гастрольден кейін кілең, Дариқау, жүр үйге, сіңілім-ау, шай ішіп кет деп, сөйтіп қазы, қарта үйінде, өңке қай кезде барсаң да, дастархан жайылып тұрады. Тап-таза бәрі мәрлімен оралып тұрады ғой. Өзі сондай күтушісі бар некен? Операция жасайтын комната ондай емес анау. Нағыз сондай, айтады ғой, шыбын тайып құлайды деп. Сондай үйінде тазалық болды. Ол тазалық жалғыз өзінде емес, оның өмірінде де сондай тазалық. Оның жұмыс істеген орны да сондай, өзі жұмысқа деген тазалығы да, сол үйі қандай болса, жұмысқа деген тазалығы да сондай болды. Потом ол кісінің өзінің шынайы бір дауысы, біраз кәдімгі жүректі тесіп айтатын сондай болды. Екінші бір маңызы оның шерту манері, техникасы. Басқа нелерге қарағанда, мына күйшілерге неге басқаша болды. Өздеріңіз жаңа көрдіңіздер ғой сюжеттен. Қағу техникасының өзі ерекше болды. Ол кісі өзі өнерге, көз қарасы... Қарекең ырғағы секілді ғой. Қарекеңнің шәкірті болды ма? Иә, Қарекең сол кісінің шәкірті. Неге атақ алмады сол кезде? Неге атақ алмады? Ұрсат болса, десеке мен бір-екі сөз айтайын. Себебі мынау 85-86 жылдары ол кезде министріміз Жексенбек ағамыз болған. Жексенбек ағамыз денсаулығына байланысты келе алмады, шақырғанбыз. Еркебек Жексенбеков ағамыз. Иә, сол кезде мен осы Гүлдер ансамбліне тағайындаған директор және көркем жетекшісіне. Менің қатты ойым болды. Осы бұрынғы енді бишілер, ол жерде енді эстрадалық оркестр болды, Богушевский басқарған, сиқыршылар да болды. Содан кейін мынау Балтабекті айту керек, марқұм болып кетті. Осы неге біз жаңа бағдарлама жасамаймыз? Ол кезде мен Ленинградтың анау жоғары кәсіподақ мәдениет мектебін бітіргем. Ой түсті келдім. Өзбекелі аға өзі министр болған. Өзбекелі Жәнібеков, иә. Сондықтан сылтаумен келіп, аға дедім, осы бағдарламаны кішкене өзгертсек, бір жаңа бағдарламаға кіріссек. Қандай бағдарлама? Осы 9 айлық мен Ленинградқа барып, режиссермен келісіп, Тілеутай ағамыз ол кезде филармония көркемдік жетекші директоры сценарий жасап, барып, басымызды иіп, кәдімгі бәрін реттеп келдік, соны көрсеттік өз ағаңа. Жақсы, қарастырайық деп, сосын бірақ айтты. Бұл бағдарламаны қалай жасайсыңдар? Енді мен тұрайын. Енді марқұм ол кісі де сондай экспрессивный болған ғой. Осылай жасайсыңдар ма дейді. Мен сұраққа жауап бердім. Бұл трио, Алтынбектің трио емес дедім. Басқаша болады дедім. Сонда, солай ма деп, дегенше мен енді бұлай ақылдасып дегенде. Ол сценарийді алды да, енді екінші мәселемге мен көштім. Мінеки, Қайрат, мінеки Қалампыр, Қапаш, Қалампыр мінеки атақсыз жүр. Бұл қалай дедім. Бұл кісі енді үлкен осы іргетасын Ғали апаммен бірге қызмет етіп осы көтерген мінеки. Ол да болар деді.
сөзін айту керек марқұм. Оған да жетер. Рахмет. Енді мінекей айтатыным, көп болса 1-2 айдан кейін бе осы апатқа ұшыранды. Мен гастрольге бара алмадым. Сонда қазақ концертін нұсқаушы директорына мен ауыстырды. Сондықтан естіп, мен өзім барып, Құдай салмасын, осы Кубанис деген бір автобус еліне бара жатыр. Арғашан оң жағында отыратын еді. Енді мынау жаққа сол жағына отырғанда, мынау бүгіттен өтіп бара жатырғанда қисайған ғой. Сонда анау терезесін ашып, көріңіз, апат деген аяқ астында дейді ғой. Қай жерде бұл? Қай жерде? Оралда. Айжан Нұрмағамбетова сол автобустың ішінде болған. Шақырсаңыз сол кісі айтып береді ол туралы. Сонда Айжан Нұрмағамбетова тура сонда куәгер сол қалай болғанын ол кісі де бүгін бізде қонақта. Бұл қай күні нақты? Қай жылы, қай күні? Қараша айында болған 88-ші жылда. Біз деген осы Гүлдер ансамблінде, мен біріншіден айтайын, Гүлдер ансамблі мен үшін ол деген арман дейм айтайын ба, ғарыш деп айтайын ба. Сонда мен мектепте оқып жүргенде, сонда Гүлдердің қыздарын, мен мектепке бара жатқанда, бір-екі Гүлдердің қыздары менің районымда тұрып, сонда мен мектепке бара жатқанда олар қалаға кететінді. Сонда бір остановкада тұрғанда мен бүйтіп соларға қарап, қалай боянғанын, қалай киінгенін, мен де осындай болам деп сондай армандап жүргем. Осы бәрі айтады ғой, осы Айжан Нұрмағамбетова қысқа көйлек киіп шықты деп, сонда мен мектепте оқып жүргенде ең бірінші Гүлдер ансамблінде Сары Тыныштығұлова деген апамызды қысқа көйлекпен, етікпен көргем. Сары апамызды сөйтіп шығып бет кезінде? Сөйтіп шығып жүрген. Ең сонда айтады ғой, Битлз деген осы бүкіл музыканың әлемін аяқтан басына қойды ма, басынан аяққа қойды ма, сол Гүлдер ансамбль біздің музыкалық эстрадада, музыкалған сол өмірде сондай переворот жасаған коллектив деп, ұжым деп есептеуге болады. Содан соң мінекей бірінші Гүлдердің ең бірінші айтады ғой, бірінші состав деп, онда Лұқпан ағамыз, сонда Мұсылманқұловтар, сонда Қапаш пен Қайрат, Қалампыр апаларымыз, сонда екінші состав дегенде, онда есімізге келетін Роза Рымбаева, Нагима Искалиева, солай ғой, Сембек Жұмағалиев. Мен өзімді 85-ші жылдан 97-ші жылға дейін істеген үшінші состав деп есептеймін. Ол үшінші состав болғанда ол Мақпал, мен, Бақтияр, Майра Нұркенова. И жастардан келген, соңғы келген, соғалпы болған, керемет Гүлдер болған, ол деген жастардан Жеңіс Ысқақова мен Бақыт Шадаев. Содан кейін не болғанын білмеймін. Перестройка деген музыканттарымыз бәрі кетіп қалды. Біз деген осы 3D айтып жүретін үйреніп қалған әншілеріміз. Сонда бізді гастрольге жібергенде қыстыгүні де, жазда да 1-7 үйде 3 ай гастрольде, 2-7 үйде 2 ай гастрольде. Сонда бізді тағы да бір гастрольге жіберген. Оралға? Орал емес. Семей болды, Ақтөбе болды, сосын Орал болды. Оралға сол кезде Қалампыр күн суытқан кез, қараша. Ол кезде анасы Алматыға келіп, анасын кішкене емдетіп, содан кейін Оралға өзінің туған жері, елі, соған ең бірінші концертке бізбен бірге қатысу, сол күні болған, апат болған сол күн. Сонда келіп автобусқа өзінің орны бар, сол орынға отырып, біз деген шықтық. Сол гастроль есімде қалғаны сондай болған жоқ. Мінекей Оралға келгеннен кейін қар, бір автобус Икарусты берді, ол деген кеуетке түсті. Сосын тағы да бір концертке барсақ, залы суық, балеттің қыздары тоңып, сеніп, ауырып. Үшінші концертке келгенде су. Сонда біздің электроинженер бар ғой, ол айтты, звукорежиссер, мен концертке рұқсат бермеймін деді. Өйткені тоқ соғуы мүмкін адамдар. Тоқ соғуы мүмкін деп. Содан кейін Кубань деген автобусты берді, біз отырдық. Сонда бір кісілер, сол жердегі бастықтары, білмеймін, ренжімей ме, сонда бізге министрлерге жазамыз, концерт қоюға сіздер қоймайым деп жүрсіз деп сөйтіп айтып, бізді солай шығарып жіберді. Сонда біздің автобусымыз қаладан шығып, 13-ші шақырымда рулевой деген отказ берді. Сонда біз деген 12 метр жолдан
сол жерде кішкене ғана қар болды. Сол автобусымыз 12 метр былай құлап, аунап түсті. Сонда бір аунап атқанда, сонда әйнектеріміз бәрі жарылғанда, сонда Қалампыр апамыз сол әйнектен Бұлғардан жасаған дубленкасы болған, соған шығып кеткенде ең соңғы түсірілімде сонда автобус үстінен басты. Сонда жолға шығып, бүкіл автобустағы әртістер болып, сонда жолға шықтық, жолға көтерілуге де, бәрі жарақаттанды. Өзімді Жалғыз Қалампыр апай ғана қайтыс болды ма сонда? Апайымызды тағы бар ма? Бір машинаға отырғызып қалаға жібердік. Без сознания дейді ғой соны. Сол жерде бірден есінен айырылып қалды? Есінен айырылып қалды. Сол есінен айырылып қалғаннан машинамен жіберді. Есіне келмей түнде ауруханада қайтыс болды. Мен Қалампырды үлкен әпкемдей жақсы көретінім. Айтатында концерттен кейін, осы басқа ұлттың кісілері танымайтын айтатында. Сіз концерттің басында домбырамен шықтыңыз, содан кейін эстрада болып шықтыңыз. Мен айтам, жоқ, мен сонда менің осы бетім деген, мұрын деген қырын бәрі Қалампырға ұқсайтынды. Сосын біз бір жағынан көрші болдық. Төле би көшесінде, сонда менің жолдасымның анасы тұратын, сол үйде біз тұрғанда 40-қа толам деп, мен жолдасымды шақырып, 39-да. 40-қа толам деп, сонда менің жолдасымды шақырып айтты, мен кішкене үйе деген жұмыртқадай әппақ, сонда кішкене ремонт жасайын деп едім, сен маған көмектесесің бе деп менің жолдасым айтқан. Сонда үлкен залын кішкене ремонт жасады. Сосын бәріне звондады. Баршамызға звондап, сіздер менің туған күніме келесіздер деп. Сонда біреу, ой, Құдай білет, кім білет, аман сау болсақ, мен шетелге бара жатым, анау деп сонда білмеймін деді. Бәріңізді менің үйімде келесіздер деп. Сол деген қалай болды? Сонда бәріміз келгеніміз шаңырағына қоштасу. Көпшілік айтып жатыр ғой, Қалампыр апамыздың мінезі, сонда ер азаматтық мінезі. Өйткені ол кісіде шынымен де әйел қауымда енді бір шамалы бір нелер жолдар болады ғой, әпелеп, өзінің бір несін өмірлік затын келіп болса жеткіздіруге өзінің ерекше табиғаттың. Ол кісіде онда шынымен де ол тіке, ол өте таза адам болды да, бірақ мен үшін ол өте жұмсақ болды. Білмеймін енді, мен Қалампыр апамыз десе кәдімгі бір ер, соны шынымен де өте таза адам кісі еді. Өзі дастарханда, киімі де жүрсе, соның бәрі Гүлдарихаға беріліп кетті. Әлге дейін сол жағы марлемен жоптасы, бұл да әдет бар, марлемен жоптасы. Я сейчас вот сижу и горжусь тем, я даже не понимала, что меня на работу приняла сама великая... Мені жұмысқа Гүлжихан Ғалиеваның өзі қабылдаған болатын. Ол кісі болмаса, мен бұл жерде мүмкін отырмас дедім. Қазақстанның маржандай жұлдыздарын дайындап, Гүлдер ансамблін сол жылдары құрған. Таких звезд, которые и сейчас сверкают. Таңқаларлығы, қазірдің өзінде бұл ансамбльден шыққан өнерпаздар әлі күнге дейін өнерлерін халыққа паш етіп жүр. Оның ішінде осында отырған Айжан бар, Роза Рымбаева, Нағима Есқалиева, Сенбек Жұмағалиев, ансамбльдің қазіргі директоры Бахтияр Тайлақбаев та бар. Бұндай ерекше дауысты әншілер болмаған да шығар. Гүлжихан Ғалиеваның бұндай талант иелерін іздестіруінің өзі оңай шаруа емес. Бүкіл Қазақстанды шарлап, осындай дарынды өнер адамдарын бір арнаға тоғыстыратын. Кез келген адамның қолынан бұндай іс келе бермейді. Ал енді Гүлдерге келетін болсақ, мен бұл ансамбльді жай жұлдыз емес, шоқ жұлдызға теңер едім. Тек Қазақстан емес, бүкіл әлемге танылды десем артық айтпаймын. Көрермендердің көзайымына айналғаны соншалық халық сахнадан жібермей қойған кездер де аз болмады. Жаңа көрсетілген бір ғана домбыра биімен бишілер сахнаға 2 рет шыққан өз көзіммен көрдім. Жалпы Гүлдердің ансамблінің қатарында өнер көрсеткеніне қатты қуанам. Себебі Гүлдер менің өмірім, менің жастық шағым, менің махаббатым десем болады. Қалампыр жайлы да айтпасам болмайды. Ол кісі өте ширақ кісі болатын. Ешқашан шаршау дегенді білмейді. Бағанағы көріністерден де іс қимылы көрініп тұр ғой. Есіме түсіп тұрғаны, сол оралма сапардың алдында екеуміз аялдамада жолығып қалдық. Құшақтап тұрып, өзінің туған жеріне бара жатқанын айтты.
барлық әріптестерін сол жаққа қонаққа шақырып кеткен. Өкініштісі, туған жеріне қонаққа емес, жаназасына барып қайттық. Все пришли на ее. Иманды болсын. Міне осындай адамдармен жұмыс істегеніммен мен үшін үлкен мәртебе. Рахмет. Сол осы екі айдың шамасы болды қолға алғаныма. Қалампырдың артында ұрпақ болмаған соң ұмытылып қалды. Қалампырды еске алғанда неге екенін білмеймін. Мына Гүлжахан Ғалиеваны қозғап жүрген мен архивтен бүкіл жаңағы мұрағаттың бәрін жинап алып келдім. Өйткені 23 наурызға еске алу кешін жасасам деп едім. Сол кісімен қызметтес болған бүкіл әншілермен мен барлығымен сөйлесіп, хабарласып қойдым. Мына кісілер біледі. Бәрі қатысамыз деп отыр. Қатысамыз дей ма бәрі? Қатысамыз деп отыр. 20 жыл қызмет жасап, атақталған жоқ өмірде. Ана бейіттің басына күйеуі жазып қойған тасқа еңбек сіңірген әртіс деп атақ алған жоқ ол кісі. Қосарыңыздар ма? Менің айтарым, осы Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне Жүсіпбек Елебековтің аты берілді. Енді Гүлжихан Галиевна жайлы барлықтарыңыз айтып отырсыздар, көзін көрдіңіздер. Бірақ сол кісінің атына Гүлдер ансамблінің атын беруге болмас па екен? Гүлжихан атындағы, Гүлжихан Ғалиқызы атындағы Гүлдер ансамблі деп? Гүлдер ансамблі, Гүлжихан Галиевна атындағы Гүлдер ансамблі деп. Айтып отырған сөздеріңіз дұрыс. Өнердің тарихы адамдардың өмірімен жасалады ғой. Иә, олардың жанкештілігімен, олардың көз жасымен, олардың күресімен, олардың табандылығымен, мынау ұйқысыз түндерімен, күлкісіз күндерімен жасалады. Солай емес пе? Гүлдердің тарихын да сондай бүгінгі біз айтқан керемет өнер иелері жасады. Иә? Біз оларды жай ғана өстіп бір арнай кішкентай хабарларда ғана еске алып қоймауымыз керек. Меніңше олардың атын жарқыратып шығаруымыз керек. Иә. Үлкен концерттер ұйымдастыруымыз керек. Көмектесіңіздер енді маған. Айтқаныңыз дұрыс. Сондықтан бұрынғы біздің әншілеріміз, күйшілеріміз, Қапаш бар, Қайрат Байбасынов бар, Айжан бар, Бақтияр бар, Роза бар, барлығын жинап, кәдімгідей Гүлдер артынан концерт беру керек. Сол кісілерді еске алу керек. Сонда халық та, жастар да ұмытпайтын болады. Әрдайым халыққа да, жастарға да есіне салып тұру керек. Гүлдер мынандай болған, мынандай майталмандар шыққан, мынандай жұлдыздар шыққан. Сөйтіп, осы ең басты мектеп бұрын Қазақстанда, осы елімізде Гүлдер болған. Соны ұмытпау керек. Жаңа айттық қой, өнер тарихы ол жекелеген адамдардың өмірімен жазылады, олардың жанкештілігімен, олардың күрескерлігімен, көз жасымен, ұйқысыз түндерімен, күлкісіз күндерімен жасалады. Гүлдердің тарихы да сондай адамдардың өмірімен, өнерімен жасалды. Иә, біз екеуі туралы ғана айттық. Енді сол екі адамды ұмытпау мақсатында әртүрлі шараларды ұйымдастырып жүрген адамдарды осында шақырдық. Бірақ жалғыз ағаш орман емес, жаяудың үні шықпайды, жалғыздың қолынан көп нәрсе келмейді. Бұл істе осы өнер сүйер қауымның атынан, жергілікті мекемелердің атынан көмек керек. Солай ма? Азаматтар көмектесем десе де қарсы емеспін. Ал бізге айтуға оңай. Аман сау болыңыздар.